Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын, әрі хрустящий болып шығатын самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, дауысын естіп тұрғандарыңыздай өте әдемі және хрустящий болып шығады. Міне үгілмелі. Видеомды соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен осы щедрое лето маргаринімізді кесіп, дайындап, газға қойып, ерітіп, дайындап аламыз. Уақытыңыз болса, бір күн алдын ерітіп, дайындап, мұздай жерге қойып қойыңыз. Және бұның түбінде көріп тұрғандарыңыздай осындай бөлек су шығады. Осы суын бөлек алып тастаймыз. Егер асығыс болсаңыз 2-3 сағатқа салқын жерге қойыңыз. Келесі кезекте қамырымызды илейміз. Ол үшін алдымен суымызды құйып, үстіне тұзымызды, ас содасын және жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен немесе вилкамен жақсылап араластырамыз. Қаласаңыздар, қолдарыңызбен араластыра берсеңіздер де болады. Не көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып көпіріп араласып жатыр. Келесі кезекте араластырып болған соң жаңағы маргариніміздің кішкене ғана бір ошауын осылай құйып жібереміз ішіне. Оны да осылай араластырып аламыз. Су міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Қатты ыстық, жылы емес, қатты мұзда емес. Келесі кезекте үстінен осылай ұнымызды көбірек салып, бірден қаттырақ қамыр илейміз. Қамырымызды енді 15-20 минутқа бетін жауып тұндырып қоямыз. Және қайтадан осылай тағы да 2-3 қайтара илеп, жақсылап сосын қайтадан бетін жауып, тағы 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Сонда әдемі жылтыр бір тегіс болып шығады қамырымыз. Міне қамырымыз дайын. Енді бір 10 минуттай тұрғызып, осыны 4 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде бірдей домалақ болу міндетті емес. Жұқа етіп осылай жайып алсаңыз болды. Қатты жұқа емес, қалың емес, біркелкі қылып жаямыз. Және осылай дайын болған қамырымыздың үстінен майымызды жағып шығамыз. Және екінші қамырды да осылай үстінен жайып, екі қамырды бірге орайтын боламыз самсамызға. Не осылай екі қамырды бірге орайтын болсаңыз, қатпарлы әдемі болып шығатын болады. Не осылай орай бересіздер, қатты бос қылып қоймаңыздар. Самсамыздың қамыры дайын болды. Келесі кезекте тоңазытқышқа фаршымызды дайындап алғанша салып қоямыз. Бір 30 минуттай. Не фаршын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала осылай ашып, жуылған пияздарымызды тураймыз. Мен бұл жерде картошка қосып жібердім. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша картошканы қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Және де чеснокты да солай. Мен өзім чеснок салған ұнатамын, сол себепті осылай 3-4-тен салып жібердім. Егер сіздер қаламайтын болсаңыздар, чеснокты қоспасаңыздар да болады. Міне осылай бәрін біркелкі турап аламыз.
міне барлығын турап дайындап алдық. Енді келесі кезекте ішіне қалауыңыз бойынша тұз, бұрыш қоссаңыз болады, және қалауларыңыз бойынша егер самсаның приправасы болса, соны қосып жіберіңіздер. Мен бұл жерде тұз, бұрыш және де кинзаның ұнтақталған түрін қостым. Және де сосын кәдімгі тамаққа қосып жүрген майыңыздың 3 ас қасығын қосып жіберіңіздер. Ол фаршыңыздың жылтырап әдемі болуына және біркелкі шашырап тұруына көмегін тигізеді. Міне осымен фаршымыз дайын. Бұл аралықта біздің қамырымыз да тоңазытқышта тұрып дайын болып қалған. Көлемін қалауларыңыз бойынша кесе бересіздер. Қалауларыңыз бойынша жайып түйе берсеңіздер болады. Менде бұл жерде видеоға түспей қалыпты ол жері. 160 градуста 30-35 минутта пісіріп ала бересіздер. Осымен біздің асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер сіздер де.